Быйыл көктемнің Наурыз мейрамын Риддерде кеңінен атап өтуде. Наурызнама 10 күндігінің ішінде қалада 300-ден астам шаралар өткізілуде. Бүгін 22 Наурызда Риддер тұрғындары көктемнің Наурыз мерекесін барлығы тату, көңілді сарай алдындағы алаңда өткізді. Сағат таңғы 11-де бұл жерде жаппай көпшілік қыдыру басталды. Риддердің қонақжайлы халқы құрметпен Наурыз аруын қарсы алып, жаңа жылда барлық жолдар ашық болсын деген ниетпен оған жолын ашты. Наурыздың бас кейіпкерлерінің бірі дәстүрдегідей Қыдыр ата, қасиетті ақсақалды қария болды. Ол мерекеге аппақ атына мініп келіпті, және де жалғыз келмепті. Батырларды, бүркітшілерді, иттің құмай тазы тұқымын бірге ала келіпті. Қыдыр атаның келуі бақытты, берекені білдіреді. Мерекенің сәні тақырыптық киіз үйлер болды. Олардың ішінде дәстүрлі тағамдардың алуан түрлерімен, ұлттық киімдермен танысуға болды. Мерекелік саудадан тыс, палаудан, наурыз көжеден, бауырсақтан және өзге де тәтті тағамдардан дәм татуға, ыстық шай ішуге болды. Балаларға наурыз базарлық акциясы аясында тәттілерден ауыз тигізді. Наурызды жомарттықпен мерекелеу жыл бойы молшылық, береке және сәттілік әкеледі деп саналады. Құрметті Риддердің тұрғындары, ең бірінші осы ұлыстың ұлы күні Наурыз күнімен шын жүректен құттықтаймын. Енді тілейтінім зор денсаулық ең бірінші. Ар үйде жақсылық болсын, аман болсын. Міне бүгін әр үйде дастархан жайылып жатырмыз. Сондықтан әр үйге дастарханымыз тек қана жақсылыққа жайылсын. Қала тұрғындарына және меймандарына жергілікті әртістердің, шығармашылық ұжымдардың қатысуымен үлкен мерекелік концерттік бағдарлама дайындалған. Сонымен қоса, кеншілер қалашығы тұрғындарын құттықтауға қазақстандық эстрада жұлдыздары Диана Шарапова, Олег Никитин, танымал шоу-балет «Экстази» және вокалист Ерлан Асанов келді. Спорт алаңшаларында қызық аз болмады. Мұнда ең ептілерді, ең дәл көздеушілерді анықтады. Риддерде садақ ату танымал болып барады. Тұрғындар танымал бүркітшілермен және олардың аңшы құстарымен, иттермен тілдесуге, суретке түсуге мүмкіндікті жіберіп алмады. Балалар аттарға және пониларға ләззаттанып мінді. Ал әдеттегідей тартымды жер ол Алтыбақан Айткеншегі болды. Ал Риддердің бас көшелерінен бүгін аттардың бағандары өтіп, 30 шабандоз Қазақстанның туын желбіретіп жүріп шықты. Патриоттық акция көп ұлтты республикамыздың халқының бірлігін білдіреді. Риддерде Наурызды мерекелеу кешке дейін жалғасады. Сағат 19:00-де алаңда шақырылған әншілер өнер көрсетеді, мерекенің шарықтау шегі от шашу болады.